Бүгін біз һәр күні пайдаланатын клавиатура хақында сөйлесеміз. QWERTY клавиатурасы бұл һәр күні пайдаланатын әріплердің жайласу тәртібі. Бірақ не үшін QWERTY? Не үшін А харбі шепте, С харбі төменде, ал М харбі болса оннан ұзақта. Хәме нәрсе 1800 жылларға барып тақалады. Сонда жазу машинкалары пайда болған еді. Бірақ олар жүдә әстен істейтұғын һәм тез-тез қатып қалатұғын еді. Себебі көп қолданылатұғын әріплер бір жерге жиналып қалған һәм машина бұған шыдай алмас еді. Сонда ойлап табушы Кристофер Чоулз деген адам ең көп қолданылатұғын әріплерді бір-бірінен ұзақластыруға қарар етеді. Бұл әріплер ізбе-із басылмасын, машина қатпасын деп жасалма түрде алжастырылған тәртіп түзеді. Нәтижеде QWERTY бірінші қатардың шеп тәріпіне шығады. Сол себепле адамлар машинкада әстенлеу әріптері тұғын болған. Бұл болса оның бұзылмауын тәминлеген. Бүгінгі күнде технология өзгерген, клавиатуралар қатпайды. Бірақ QWERTY соншалық кең тарқалып кетті, оны өзгерту мүмкіншіліксіз болып қалды. Солай етіп, әзір сіз пайдаланатын клавиатура негізінен әстен жазу үшін жаратылған.